Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қалдарың қалай? Бүгін біз жаратылыстану сабағынан өтеміз. Сабақтың тақырыбы егін шаруашылығы қалай өзгерді? Сабақ мақсаты топырақтың құрамын зерттеу және егін шаруашылығы селекция ғылымымен таныс болу. Қане балалар, ендеше мен сендерге чемодан, ертартқыш, қоқыс жәшік әдісі бойынша өткен тақырыпты қайталайық. Балалар, топырақтың негізгі құрамына не жатады? Топырақтың негізгі қасиеті қандай? Топырақ не үшін қажет? Ойланамыз. Ал балалар, топырақтың құрамында не болады екен? Иә, шірінді, су, ауа, саз, құм. Топырақ тіршілік бесігі, қорек көзі болып саналады, иә? Топырақтың ең басты әрі ең негізгі арго-химиялық қасиеті құнарлық. Ал балалар, экранға мұқият назар аударамыз. Бұрын және қазір, яғни осы сурет бойынша бұрынғы егін шаруашылығы мен қазіргі егін шаруашылығын салыстырыңдар. Иә балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұрын адамдар соқамен егінде жыртқан, ал қазір жаңа технологиялар, комбайндарды пайдаланып, тракторды пайдаланып егін еккен. Балалар, селекция дегеніміз жануарлардың асыл тұқымын, өсімдіктердің сорттарын жаңартудың әдістерін зерттейтін ғылым. Селекция сұрыптау деген мағынаны білдіреді. Жануарлардың, өсімдіктердің жаңа тұқымы мен сорттарын шығаруда осы заңдылықтарды білудің маңызы зор. Вавилов селекцияның теориялық негізін қалады. Ал балалар, экранды қарап тұрғанымыздай, өсімдіктің түрлері бар: жүгері және алма. Ендеше осыларды салыстырамыз. Балалар, салыстырып болдық па? Өте жақсы. Ендеше бірге тексеріңдер. Бірінші, шіріген жүгері мен алманы көріп тұрмыз, оларды сол күйі келесі жылға дәніне алмаймыз. Себебі жаңа піскен жүгері мен алма өнімі сапасыз болады. Ал келесі оң жақта жаңа піскен бүтін жүгері және алма өнімі өте сапалы екені көрініп тұр. Оларға құрт түспеген. Олардың дәнін алып, келесі жылға егуге болады. Яғни селекция сұрыптау деген сөз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.